Ислам діні ұлтшыл болуды құптайды ма? Ұлтшыл сөзі екі түрлі ұғымда қолданылады. Біріншісі, ұлты мен отанының мүддесін жеке мүддесінен жоғары қоятын, азаматтық парызын жауапкершілікпен сезінетін, бір сөзбен айтқанда ұлтжанды патриот адам. Ислам діні бұндай ұлтжандықты құптайды. Екіншісі, өз ұлтын тәкаппарлықпен өзге ұлттан жоғары деп санау, яғни нацизм. Нацизм исламда құпталмаған. Нацизм адамдар арасында алауыздыққа әкеліп, бейберекетсіздікке жол ашады. Осыған орай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соңғы шағында жасаған қоштасу құтбасында былай деген: "Уа адамдар, Алла жалғыз. Бәріміз адам атаның ұрпағымыз, ал адам ата топырақтан жаратылған. Алланың назарында құрметке ең лайықтылары ол Алладан ең қатты қорқатын адамдар. Арабтың араб еместен үстемдігі жоқ. Адамдар бір-бірлерінен тақуалығы тұрғысынан үстем бола алады."